Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін біз өте дәмді және де таза табиғи өнімнен жасалынатын көпе пай тортын жасаймыз. Бұл тортты барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де нәзік. Бұл оригинал рецепт. Алдымен біз көпе пай тортының бисквитін жасауға кірісеміз. Ең бірінші сары майымыз бен шоколадымызды водяной баняда ерігенге қойып қоямыз. Бұл жерде шоколад, қара шоколад, мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Басқа да капля шоколадтарын пайдалансаңыздар болады. Водяной баняда жақсылап ертіп аламыз. Шоколадымыз ергенше біз жұмыртқамызды дайындай береміз. Жұмыртқамызға 4 жұмыртқамызды жарып, жақсылап миксерлейміз. Артынша қантымызды қосып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымыз аралас болғаннан соң, артынша еріген шоколадымызды жұмыртқамдық массамызға қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздің шоколадыңыз ыстық болып қалмау қажет, себебі жұмыртқамызды пісіріп жері мүмкін. Артынша какаомызды, разрыхлитель қосып, жақсылап оны да миксерлеп аламыз. Жан-жанына шашырап кетпеу үшін жан-жанындағы құрғақ какаоларды түсіріп аламыз. Артынша ұнымызды қосып, барлығын бірдей масса болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырдық. Енді бұл біздің көпе пай тортының бисквиттің қамыры. Енді пісіруге кірісеміз. Формамызда пергамент қағазын видеодағыдай етіп, дөңгелекше форма жасап аламыз. Бұл жерде бізге 4 пергамент қағаз қажет болады, себебі біз көпе пай тортына 4 бисквит пісіреміз. 4 пергамент қағазын дайындап алдық. Енді дайын болған қамырымызды бірдей етіп, 4-еуіне бөліп шығамыз. Төртеуін бөліп болғаннан соң, қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Енді біз бисквитіміз піскенше крем жасауға кірісеміз. 33% сливкиімізді мұздай көнінде жақсылап миксерлеп аламыз. Міндетті түрде сіздің сливкиіңіз 33 немесе 35% болу қажет. Сливкиімізді воздушный болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Артынша қант ұнтағын қосып, оны да бірге жақсылап миксерлеп аламыз. Бөлек ыдыста творожный сырымызды миксерлеп аламыз. Творожный сырымыз бен сливкиімізді біріктіреміз. Екеуін жақсылап қою масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Кремімізді миксерлейтін кезде тереңдеу ыдыс алыңыздар, себебі жан-жағына қатты шашырап кетуі мүмкін. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Енді тортымызды
құрастыруға кірісеміз. Бірінші бисквитімізді қойып, whippy-pie'ның шариктерін жасап шығамыз. Ортасына айландыра кремінде жағып шығамыз. whippy-pie корждарының шет-шеттерін кессеңіздер де болады. Түрі әдемірек көрінеді. Мен бұл жолы кеспедім. Барлық кремдер мен корждарын жинап болдық. Бізде 4 корж болды ғой. Арасында кремдерін шарик етіп жасадық. Ең жоғарғы жағына кішкене ғана крем жағамыз, көп қажет емес. Барлық кремді бір тегісет жақ болғаннан соң, біз бетіндегі ганажын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге сары май және де шоколад қажет. Екеуін водяной баняда ертіп аламыз. Водяной баняда ерді. Тортымыздың үстіне құяр кезде сіздің шоколадтарыңыз ыстық болмау қажет. Себебі біздің креміміз еріп кетеді. Суытып алып, содан соң құйсаңыздар болады. Тортымыздың үстіне ганажымызды бір келке болғанша құйып шығамыз. Құйып болғаннан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Фруктылармен немесе басқа да шоколадтармен әсемдейсіздер. Содан соң холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоясыздар. Міне осымен біздің whippy-pie тортымыз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де өте нәзік, жегенге де жеңіл. Сіздермен болған мен Айжан. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, коммент жазып кетсеңіздер. Баршаңызға рахмет.